Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Бүгін бізге 192 объем 102 мотор келіп жатыр ремонтқа. Өзі дозаторын шешіп тастапты. Асты галошы жыртылып кеткен. Соны ауыстырамыз. Сосын клапан сальникті ауыстырамыз. Тағы да бір клапан сальникпен бірге мына жерде свечной проводтарын, егер свечной провод дұрыс жұмыс істемей тұрса, ток қашып тұрса, сол осы өстіп ата береді, пақылдап. Газбен 3-ші поколение газ болғандықтан бұда сондай неге өстіп атып, пақылдап, хлопок болып, сөйтіп осындай жағдайға жеткізе береді. Сол үшін несін ауыстырамыз. Свечный проводын ауыстырамыз. Сосын бір мынандай лайфхак. Бізде термоусадканы қазір видео барысында көрсетем, қай жерге салыну керек екенін. Сосын видео барысында тағы да бір лайфхак көрсеткім келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Видеомызды жалғастырамыз. Пақылдап ата беретін себебін қазір іздеп жатырмыз. Крышканың ішінде газның светін жақып көрсетіп жүрейін. Крышкеде байқасаңыздар, жарық. Мынандай жарықтар бар. Мынандай жарық бар. Осы жарықтардан ток қашады. Сол үшін атылады. Тақыткісі атылады. Міне көрдіңіздер ме, мына жерлерде ток қашқан. Осы клапанный крышкеде жаңағы трамблердің крышкесінен болады сондай жағдай. Ататын себебін таптық. 102 мотор айдайтындарға тағы бір лайфхак. Газы бар, 3-ші поколение. Мынандай обратный клапан салып алсаңыздар болады. Қазір дұрыстап көрсетіп жүрейін. Газдың смесителі. Лайнан тұрған кезде машинада осылайнан тұрады ғой. Қазір көрсетейін. Мына бос тұр. Осылайнан тұрған кезде машинада мына жақ бетіне түседі. Бұл қазір не зат екенін сіздерге түсіндіріп айтайын. Бұл обратный клапан деп айтылады. Судың обратный клапаны. Баяғыда анандай качалка бүйтіп басатын качалка сулардың ең түбінде болатын бұл. Мынау обратный клапан, су кейін қарай кетіп қалмасын деп осыны салатын. Мына ішінде пружинасы болады, клапаны болады. Ішіне неяқтан хлопок болған кезде, пақыт атқан кезде. Мына жағында тесігі бар. Тесіп дайындап қойғанбыз. Резбі салып. Мына екі ортада өзі, мына екі ортада переходник.
переходник саламыз. Мынау резбісі 25-тік, негізі 25-тік. Судың обратный клапан десеңіздер береді. Оған жаңағындай переходник салу керек. 20'dan 15-ке. Сосын мына ішінде клапан бақыт ашылады. Аяқтан хлопок болған кезде. Сол кезде мынау ашылады. Ашылады да кейін жабылады қайтадан мына ішінде. Көрсеңіздер. Бақыт ашылады, жабылады. Осыны ауыстырып, осы өйстіп жасап жүрсеңіздер болады. Оған клапан сальник, мынандай L-ring деген 102 моторларға осы L-ringтің клапан сальнигі дұрыс. Жалпы қай машиналарға да, немістің қай машиналарына да осы L-ringтің алған дұрыс. Клапан сальнигін. Олардың екі түрі болады. Екі клапанға, екеуі біреуі. Міне қарасаңыздар, тесігі үлкен. Выхлопной клапанға салынады. Тесігі кішкентай, всасывающий клапанға салынады. Қазір бірінші цилиндрді келтіріп аламыз, зажиганиеге қарап. Бірінші цилиндр мен төртінші цилиндрдің несін ауыстырамыз. Клапан сальнигін. Свечаны алмай-ақ келтіруге болады. Мына жерде біз білетін метка бар. Міне мына метка зажиганиеге келетін. Сол метка ана головканың несіне келеді. Міне, осылай келтіреміз. Осы кезде бірінші цилиндр мен төртінші цилиндр жоғарыға кеп тұрады. Трамблердегі меткінде бірден көре саламыз. Трамблердегі меткіде ровно келіп тұр пигоноктың ортасына. Біріншіне бастап шешіп бастап атырмыз. Мына астында аккуратно көтеріп, мына петешегін төмен қарай түсіріп жүрген дұрыс бойынан. Етпесе жабысып қалып алынады да, сосын жоғалып қалады. Ішіне түсіп кетуі де мүмкін. Міне. Мына жерде мынандай пятачок болады, астында клапан мен гидрокомпенсатордың ортасында. Осылай аккуратно магнитпен алып аламыз. Сосын мындай клапан басатын мен қолдан жасалған клапан басатын. Осымен регулировка қай жерге қояды, тесіктеріне дейін әр жерден тесілген. Любойына қойып баса бересіз. Қазір біреуін бастаймыз. Бірінші всасывающий клапаннан бастап атырмыз. Клапан сальнигін қазір көрсетіп жіберейін. Бір жағына бағана айтқандай
Бұл жаққа бағана айтқандай тесігі всасывающий кішкентай жағы салынады. Клапан сальник ондай қатып қалмаған. Көбінесе бұларда қатып қалатын выхлопной. Выхлопной клапан. Қазір саламыз клапан сальнигін. Мындай пластмасс направляющийлер болады. Мұны кигізіп отырып салса да болады. Мындай қылып. Кигізбей ақ салса да бұл жарайды. Өзі түскен кезде былайынан тырс еткісі орнына түседі. Міне. Сосын нені алып тастай беруге болады. Направляющий. Бұл орнына, сальник орнына отырды. Енді ондай пружинасын сала береміз. Жұрысынан қалай алып атқанымды салайын десем, қасыма видеоға түсірейін десем, қасымда адам болмай тұр. Сол үшін нені пружинаны қалай алып атқанын түсіре алмай тұрмын. Мен андай нелер болады, сухариктер. Екі жағында екі сухаригі болады. Клапанды екі жағынан қысып қалады. Мынау выхлопной коллектордың клапан сальнигі. Бұл кішкене қатын қырапты. Шамалы қатын қыраған. Осыдан 2 жыл бұрын мотор жинап берген кезде өзім салып берген. Осы мотор жинаған кезде өзім жинаған моторым осы. Сол кезде салған осы клапан сальникті. Содан кейінгі ауысып тұрғаны. Қазір осына бірінші екеуін ғана көрсетіп жүрейін, қалай салынатындарын, не алатындарын. Қалғандарын көрсетпеймін. Міне. Орнына түседі өзі. Термовысадка жөнінен бір лайфхак көрсетіп жүрейін. 1 метрлік мындай термовысадка кабельдердің сыртына кигізетін. Бұдан тоқ қашудың жаңағы несі азаяды. Соны общий 1 метр аламыз. Соны міне ненің бас жағына қарай свечной проводтың басына қарай осылай кигіземіз. Сөйтіп мынаны қыздырып жабыстырып тастаймыз. Қазір көрсетем. Мынаны 1 метрді бүйтіп 4-ке бөліп аламыз. Осылайынан. Осылай кигізіп аламыз.
Сын болды болса қыздыра береміз. Негізі термоусадка деп айтады. Кабельдерді жалғаған кезде сол арасына осыны салып жүреді. Осы арасы жалғағанда арасымен осыны қыздырып өсіп жалғайды. Міне. Болды. Енді келесісін жасаймыз. Міне мына басындағы мындай темірлерді алып тастап, оған басына мынандай термоусадка салып қойдық. Клапан сальниктің бәрін төртеуінде 8-інде ауыстырып болдық. Мына жерге нені жинастырып қойдық. Бағана көрсеткім келгені антихлопок. Обратный клапан, судың обратный клапаны. Мына жерге осылайынан салынады. Жинастырып қойдық. Қазір клапаны крышканы жабамыз. Сосын катуш де ауыстырып қойдық. Трамблердің крышкасында бегуновында ауыстырып қойдық. Свечаны новыйдан салдық. Мынандай Денсонның свечасын салып отырмыз. Свечной проводтарын жинастырдық. Свечасын ауыстырдық. Бәрін жинастырып қойдық. Қазір оталдырамыз. Қане, кілт ашып жүріңізші. Тағы. Тағы да. Енді кеватыр бензин. Алды. Оталдырыңыз. Астын тықтыңыз ба, осы қоятырыңыз? Астын шланг салынбай қалды осы. Оталдырып қойдық. Қазір өшетілді керек. Осындай кезде кішкене көк түтіндеп тұратындығын қызам деген шейін. Ешқандай түтін жоқ. Көк түтін болып тұратын еді осындай кезде. Нормально. Лайк басып кетіңіздер, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығарып тұрамыз. Назар салғандарыңызға рахмет.